Всем привет, с вами я, Макс. Бүгін сіздерге мен влог түсіріп жатырмын, өзімнің студенттік өмірім деген. Короче, я оделась, у нас форма свободная. И маған қазір бір-екі нәрселер істеп тастау керек, и потом сабаққа. Так что, let's go. Корпусыма келдім, маған подтверждение алып кету керек мияқтан. Со мной Джоми. Что ты встал? Бля, у вас такие маленькие коридоры. И кичи. Почему он закрыто? Дүйсенбі жұма 9-дан ақшамға дейін түс көздеріз. Сағат неше? 1:20. В смысле? Боже, что мне теперь делать? Сабақтан кейін келесің. Мен сабақ 5-те бітеді сабақ. 6-да үлгересің. Фу. Короче, я хотела этот подтверждение алып кетуге, так как бізде мектеп сұратып жатыр. Саған да сен қазір бар да, не тастап кет, аяқ тастап кет деканға. Барасың, айтасың, подтверждение алған кезде ол сенің удостоверениеңді алады, жазады, болды. Айтады, мұндай уақытта келіп алып кетесің деді, и все, больше ничего. Вот, короче. И Дейтім оған үште шіріп кетесің. вот, құр келдік мұнда. Блин, я не буду опубликовывать этого человека, но он классный человек. Иди сюда. Это должно было быть смешно, да? Да, потому что ты туда и шла. Это как, иди туда. Нет, это не смешно. Нет, это смешно. М-м. Ты не понимаешь юмора. Короче, кеттім мен обратно. Может, маған неге барам? Маған әлі час бар. Сабақтың басталуына дейін. Сен нешеде 2-де басталады? 2:20-да. Үлгермесің да? Смотрите. Короче, вот. Джоми этот... Не... мен қайда оқитынымды дым айтпадым ғой. Мен атқанда еді. Махамбет атындағы Батыс Қазақстан университеті. Иә, экономика и менеджментта кім IT, да? Айтишник. Хотя ни хера не понимаю в IT. И, блин, компьютером управлять и использовать его я тоже не умею. Идеально для айтишника. Вот. С нуля, короче. Знаете что? Сегодня мы увидели біздің бірге курсқа қатысқан достарымызды. Короче, просто я в шоке, прям в шоке. Мен қазір Джомидің корпусында деканға келдік. Бірақ логично еді, что ол деканда тоже не диабетте екені. Зато мы сейчас в туалет баратырық. Здрасте. Знакомьтесь. Я Гульназ. Рада знакомству. Короче, бізге қазір орыс тілі болады. Но мы это не говорят, в магазин говорят, потому что жрать хочу. Короче, ребята, время уже 12. Мен сабақта бастадым. Вообще сам математиканы, экономикадағы математиканы жазып бастадым 10:30. Не точно не помню. И я очень сильно устала. И знаете, что мне только лекция с несподом, еще есть есеп. Боже мамочки, я так устала. Я бы вам покажу, что мне жаздым. Вот матрица, что-то такое, короче. Ну, еще это типа мало көрінеді. Просто саған да қайсысан керек, қайсы керек емес екенін еще қарауың керексің. Типа все равно много. Короче, ребята, уже келесі күн. Самый бір сезім. Мы этот таңғы сағат неше екенін білмеймін.
А, вот, его. Хорошо. Hello. Короче, біз денеде физкультурада неге баратырық? Жайық жағасына баратырық. На улице капец как холодно, но живем. Вот. Нас слишком много там. Вот. 5 групп. Прикиньте? Короче, ничего страшного. Самый. Это наш чат физрук. Эй, все почувствуй светнешь. Как романтично. Как классно. Короче, ребята, мы пришли пожрать. Вот. Через целых турте, короче, у нас кастинг. Смотрите, у нас тут Алишер и Асия. Не Алишера. Biz blogger'ın dostumuz. Bizim dostumuz YouTuber. доброе утро, мир. Короче, сегодня у нас группа мен, именно экономиканың факультетімен бүгін турбазаға барайын жатыр. Типа отдых плат, типа как поход, я не знаю. Вот. Я думаю, я бүткіл процессті не істеймін, соның бәрін сіздерге түсіремін. Так что ждите. Я, короче, сейчас тамақ жейін деп жатырмын. Потом маған надо срочно шығуға, потому что этот маған бару керек жер алыста. И да. Вот. А мен тамақ жемедім әлі. Тамақ жемей машинаға отырсам, менің жүрегім айниды. Так что маған нормально адамға тамақ жеп алу керек. Все, мы наконец-то баратыр. Сағат 9:30 болды ма? Вот. Бізге по плану, короче, еще типа прогулка болу керек таңға, из-за этого біз типа пешком баратырық. Короче, ужас. Бірінші курс студенттерімен там жолдастық, таныстық ретінде сондай арнайы бір шара өткізіп жатқан студенттерге рахмет. Күшті болады деген күшті болады. Вот. Біздікілер Тут айда? люди. Вообще тамақ тей. Потом жратва. Короче, анда не болып жатыр. Стол жайып жатық, но стол жайып болдық. Мен аяғым балшық болсақ. Айша мы этот флешмоб билеу керек, соған дайындыққа баратырық. Вот, біз вообще дайындалмадық. Короче, тут такое дело, бізге кеше түнде флешмоб дайындандар деді. Біз айттық, неге кеште айтатсыңдар, біз қазір бәріміз жан-жақта жатырық қой, қалай би дайындаймыз дедік. Завтра уақыт болады, сонда дайындайсыңдар деді. И, короче, бүгін бізде уақыт болған жоқ, уже адамдар берейін деп жатыр. А мы не знаем, не істейміз. Так что, короче, вообще жесть болып жатыр. Вот, мы хотим этот өлең айтуға хотя бы. Но типа айтып жоқ, флешмоб деп. За 5 минут біз қалай флешмоб дайындаймыз. Біздің EM-мен ГМУ ойнап жатыр. Пока біз жеңіп жатырық. Біз жеңіп жатырық. По сути, мында андай күшті не, вид күшті. Шоңықта там музыка болып жатыр. Атта адамдар кататься етіп жатыр. Біздің куратор крутой тоже ойнап жатыр. Короче, мы этот туда. Короче, мында кім не деп жатыр мында? Адамдар. Влог түсірейін деп жатырмын, давайте сөйлеңдер. Біз мұнда мінуге келдік. Не так официально, не так официально. Бізге мұнда, короче, бәрімізді бесплатно мінгізіп жатыр. Кетші? Жоқ, екеуміз. Ой. Короче, біз деген обедке баратырық. Бүгін біз, короче, турбазаға келдік.
бүкіл группамен, кафедраның студенттермен. Бүгін, короче, Международный день туристов или туристов, что ли, не знаю, короче. кетші. Да. Бүгін, короче, халықаралық туризм күні. И бүгін жиналып жатырмық мында, короче, вот. Мынау біздің лагерь атамекен. Біз мында кішкентай кезімізден бері келе жатырмыз. Бізде мына жерде беседка. Потом мына жақта, не знаю, какая-то группа үлкендер өздерінің тусаларын істеп жатыр. А мында тек студенттердің тусалары. Тек қана мынада. Да, қош келдіңдер. Короче, у нас беспардак, беспардак. Короче, нәрсе не болып жатыр. Ну, екі беседка бар, мында заттар тұрады. Ана беседкада у нас тамақтар тұрады. У нас тут тамақ. Тамақ па, тамақ па. Тамақ. Кел. Өзіңіз рәте жатқан қысып жатқан жоқ екенмін. Короче, мен бүгін. Біз, короче, обед ішіп алдық. Мен ойладым, по идее, особо қызық болмайды деп. Ну, пока что, типа, нормально. Типа, ондай қатты не емес, скучно емес. Не скучно емес и не весело. Да. Средний. Айтыңдар бірдеңе. Әлшер сыйлы. табылғанда келбетің ғажап кітаптан алынғанда сенсің ғой керек. Короче, мы собираемся жрать вот это, сосисочки, и там тоже есть девочки, наше староста. Ай, менде отырғым келеді. Короче, біз жиналып жатырық, то есть значит жиналып жатырық, мен дауысын естімей Вот. Короче, мен осы блогты аяқтайын деп жатырмын. Менің өмірім осындай болып өтіп жатыр қазіргі студенттік, себебі мен әлі активистер группасына қосылған жоқпын. Мне кажется, мен активистерға қосылғаннан кейін намного интересно өтеді деген ойдамын. Вот, короче, келесі аптада у нас четверг не болады. Активистер группасына жазылу болады. А так мен заявка жіберіп қойдым. Не знаю, мен еще қайсына барам. Би там бар, баскетбол там толып тұр, короче. Вот. Осы блогты аяқтайын деп жатырмын, себебі особо қызықтым болып жатырған жоқ. Если активистер группасына жазылып, ондан ол жаққа үйреніп кеткеннен кейін сонда қызықты нәрселерді түсірерім деген ойдамын. Және де комментарийға қандай видеолар түсіруге болады именно осы студенттік өмірге қатысты, соны да жаза кетіңіздер. Вот, және де каналға подписаться етуді, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Всем пока!